Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағынан Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, бүгінгі сабақта біз повестегі кейіпкерлердің әрекеті мен портретіне қарап, олардың образын ашатын боламыз. Балалар, «Менің атым Қожа» повесін фильмнен емес, кітаптан оқуға кеңес беремін. Себебі кітапта өте қызық және керемет сәттерге куә боласыңдар. Өздерің оқып отқан кезде сол оқиғаларды бастан өздерің кешкендей әсерде қаласыңдар. Сол шығарманың ішінде мынандай керемет сөз бар. «Үш самға» деп қолтығымнан қанат бітіретін, арман нысанасына қарай алып ұшатын тәрізді. Лаула, лаула жігер оты, самға қиял құсы, асығатыным да, аңсайтыным да, ертеңгі болашағым. Бұл біздің кейіпкер бұзық, бірақ өзінің ісіне әрдайым өкініп, өзін өзі тәрбиелеп жүретін қожаның сөзі. Олай болса, бүгінгі сабақтағы тапсырмаларды орындауға кірісейік. Балалар, портрет және образ деген әдеби терминдердің не екенін есімізге түсірейік. Портрет әдеби кейіпкердің сырт көрінісі, кескін кейпін, бой тұлғасын суреттеу. Кейіпкердің мінез бітімін, характерін неғұрлым толық ашып көрсету үшін оның портретін мүсіндеудің үлкен мәні бар. Естеріңізде болса, біз ертегіден Кендебайдың портретін суреттеген жерлерді оқып, оның образын ашқан едік. Ал енді образ дегеніміз не? Образ көркем шығармада сөзбен сомдалған кез келген құбылысты, көбінесе әдеби қаһарман бейнесін атайды. Балалар, енді осы жайттарды тереңірек түсіну үшін біз шығармадан портрет пен образды қалай суреттелгенін байқайық. Балалар, шығармада мынандай әжесі туралы портрет бар. Ауыз үйде әжем күбі пісіп тұр екен. Ертеден қара кешке бір тыным алмайтын бейнетқор әжем-ай, күмпілдетіп піскенде қарашы, күбінің түбін түсіре жаздайды. Орамалы сырғып желкесіне түсіп кеткен. Көпті көрген бурыл басы бусанып, терisi келеді. Осы сөздерден, осы сипаттаулардан біз не байқаймыз? Әжесінің өте еңбекқор адам екендігін, және де тынбай еңбек ететіндігін, сондай-ақ барлық бейнетті көргендігін байқауға болады. Балалар, енді қараңыздар. Біз Қожаға, Жантасқа және Жанарға тоқталайық. Мен мынадай шығармалардан үзінді келтіремін. Сіздер осы ойлары мен әрекеттері, портреттері арқылы олардың образын ашыңыздар. Яғни олар қандай? Олардың ойы, олардың қандай екендігінен хабар береді. Мына үзіндіні мұқият оқыңызшы. Демек, қожаның осы ойы арқылы оның қандай екенін баға беруге бола ма? Ол неге құмар екен? Және осындай танымдар арқылы біз қожаны қалай танимыз? Оның Абайды, Қасымды, Құрманғазыны, Дәулеткерейді білуі, оның қандай қабілеттері бар екенін көрсетеді. Осыны образын ашу бөлімінде менің ойымша деп дәптерге жазыңыздар. Келесі шығармадан үзінді. Япырай, Жанарды ренжітіп кеттім-ау, соншалық неге кестім? Әй, осы қайсарлық мінезім мені абыройға жолдас етпейді ғой. Ұзын жолдан шығып, жеңіле салсам нем кететін еді. Қожаның осы әрекеті, яғни осы өкініш арқылы
қандай қасиетін байқаймыз? Образын ашып көрейікші. Бұл екінші бейнесі. Үшінші бейнесін өзің оқи ғой. Қызық, е? Қожа ойын құмар екен. Демек, оның тағда қандай қасиетіне куә болдық? Осыны үшінші бөлімге жазып қой. Енді шығармадағы кейіпкерлер Жантас пен Жанарға кезек берейік. Бір кезде Жантас кіріп келді. Оның үстінде жаңа форма, көрдіңдер ме дегендей аяғын ширатыла басады. Жантас қолын көтеріп, сәлем еңбегеріне деді. Қазақстан пионеріне суретім басылғалы бері ол мені өстіп тәлке кетуді шығарған. Қасың бос па, қара көже? Балалар, Жантастың бойынан осы әрекеттер арқылы қандай қасиетін байқадыңыздар? Жантас шынында үнемі жәбір көруші ме? Әлде қожаға өзі бастап тиісетін кейіпкер ме екен? Осы тұрғыдан сипаттап өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Енді 5-ші Жанарға кезек берейік. Жанардың шығармадағы портретін оқыңыз. Иә, шығармадан берілген осы үзінді арқылы Жанар қандай екен? Көз алдымызға қандай образ елестеді? Соны жаза қойыңыздар. Балалар, суретте кімдер бейнеленген? Бұл әрине қожаның досы Сұлтан және апайы Майханова. Осы кейіпкерлердің образын, яғни іс-әрекеті мен портретін шығармадан тауып көріңіздер. Және сол бейнеленген шығармадағы портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашып көріңіздер. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті деген ойдамын. Біз бүгін менің атам Қожа повесіндегі әжесі, Қожа, Жантас, Жанардың іс-әрекеттері мен портреттері арқылы олардың қандай кейіпкерлер екенін білдік. Сіздерге сәттілік тілеймін. Тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.